Сәлем баршаларыңызға, қалайсыздар? Мен өстіп ойнап отырсам, маған звондайды ғой. Звондап алып қалсам, мамам ғой. Маған дереу кел, қазір ұшақпен жетемін деді. Бопты ханым, қазір барамын деп сықиып киініп үйден атып шығып, 11-ші автобус деген екі аяқпен барып, домофонды басып, ішке қарай көтерілдім. Ішке қарай кіріп, лестница құрғырмен көтеріліп келе жатырмын ғой, тарсылдатып. Лестницамен көтеріліп, үйге қарай кіріп, папамды құшақтап, иіскеп сүйіп алдым. Анамыз екеуміз сып етіп базарға келдік те, мама үйге қайтамыз, анау керек бізге деп, мама заттарын алып отыр, мен мына жерде тұрмын, охранить етіп, күзетші болып. Фық деп базарда келді, үйге келдік, үйде отырсақ, папам отыр екен, мамам шешініп, папам жанында отыр. Екеуі қозы көрпеш баян сұлу болып, қалауым қарап отыр. Қызметім біткен шығар деп үйге қарай қайтып бара жатырмын. Дала дегенің ужас. Декабрь емес, наурыз айы кеткен сақылды ғой. Даланы қараңыздар, ужас қой. Мынау қар жауған, қардың үстіне жаңбыр, ол еще батпақ быт-шыт болып тұр. Енді әжере мен автобус тосып тұрмын, рахаттанып. Көп тұрған автобусым келе қалды. Жүгіріп барып автобусқа фық етіп отыра қалғансың ғой. Автобусға отырғаным жаңа еді, уже үйге келіп қалғансың ғой. Вау дегенсің ғой. Осылайынан ата-аналарымызға көмектесіп қол ұшын беріп отырайық. Менің видеом ұнаса лайк басып, подписка жасап кетіңіздер.